Республикалық мағжан оқулары ғылыми шығармашылық байқауында 3 бағыт бойынша өтеді. Бірінші бағыт мағжан шығармаларын ғылыми тұрғыдан зерттеп, ғылыми жоба жазу. Бұл бағыт бойынша біз білеміз, жоғары ойлау деңгейіндегі балалар қатысады. Екінші, мағжанның өлеңдерін жатқа айту. Ал үшінші бағыт бойынша ақынға арнап жалпы ақындар сайысы, импровизаторлық өнер сайысы болады. Ары қарай байқаудан кейін жаңағы байқауға қатысушылар Мағжан еліне саяхат жасаймыз. Мағжанның туған жері Сартомарға барады. Сартомар елінде оларды Мағжанның ескерткішіне гүл шоқтарын қою және де Мағжанның туып өскен жері Сасық көлдің басына сол жерде құлпытас орналасқан, құлпытасқа тағзым ету қарастырылды. Сегодня проходит открытие ежегодных традиционных республиканских мағжановских чтений. Приехали ребята с 17 областей нашей страны. Конкурс будет по номинациям. Это юные поэты, выразительное чтение стихов Мағжана Жұмабаева и защита научных проектов. Завтра будет закрытие. Все ребята будут награждены памятными подарками в честь 130-летия Мағжана Жұмабаева. Будет гран-при Акима области. Первые, вторые, третьи места будут награждены ценными подарками. Конкурс проходит с 2004 года, традиционно. Активизация очень высокая, ребята приезжают, каждый год увеличиваются участники. В программе сегодня после состязаний ребята проедут на родину Мағжана Жұмабаева, где будет митинг, возложение венков, цветов памятнику Мағжана Жұмабаева. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Жамбыл облысы Меркі ауданы номері 21 жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы мен Айдар Алдияз. Бүгінгі осы өте бір дара тұлға, ұлы тұлға, халқымыздың біртуар ұлдарының бірі, дарынды тұлға Мағжан Жұмабаевтың осы бір 130 жылдық мерейтойына жиналып отырған барша оқулар, жан-жақтан келіп отырған оқушылар әртүрлі барын дарындықтарына қарап мен өте бір қатты қуандым. Тайс өте бір жоғары деңгейде болды. Ғылыми жоба бойынша да, ақындық жағынан бойынша да, өлең айту жағынан бойынша да барлығынан өте жоғары деңгейде оқушылар өнер көрсетті. Мен ол үшін қуанамын. Әрдайым қазағымыз, осы қазақтың дарынды балаларының өсіп-өніп келе жатқанына мен қатты қуанамын. Өте бір қатты қуанып тұрмын. Мен қазір қобалжып, өте бір халқымыздың бар ғұмырын ел тағдырына арнаған, халық игілігі үшін қара басын қатерге тіккен, күллі адамзаттың мүддесін қозғаған Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінің жары жұлдыз екені барымызға белгілі. Мен Сансыбай Еркежан, Шымкент қаласынан аттелетіп келе отырмын. Бұл байқауға осыдан бір жыл дайындала бастадым. Қазіргі таңда 130 өлеңмен байқауға келдім. Және де озып шығып, жүлделі орынды иемденген болатынмын. Осыдан алдын мен бір жыл бұрын Мұқағали Мақатаевтың мәнерлеп оқу жарысына қатысып, республикалық кезеңнен бас жүлде және де Қадыр Мырзалидің мәнерлеп оқу байқауларына бас жүлде иемденген жеңімпаз боламын. Осы жылғы маған байқау өте қатты ұнады, жоғары деңгейде өтті. Әділқазақ қалалары да және де ұйымдастыруы да менің көңілімнен шықты. Жалпы айтқанда, бүгінгі ұйымдастырып отырған ұйымдастырушыларға алғыс айтқым келіп отыр. Барлықтарыңызға рахмет.